Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін сіздермен баланың даму кезеңдері туралы сөйлесетін боламыз. Бала туылғаннан бастап 1,5 жасқа дейін қалай дамуы керек? Қай кезде дамуы кешігіп жатыр деп дабыл қағу керек? Қай кезде кішкене уақыт беріп баланың дамуын күту керек? Осы туралы айтатын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, менің каналымда активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Комментариялар жазып, сұрақтарыңызды қойып отырыңыз. Ал енді баланың дамуы туралы айта кетейік. Баланың дамуы туылған кезден бастап уже бала өзінің рефлекстерімен бірге туылады. Яғни туылға салысымен бала көреді және естиді. Бала дауысқа реакция жасайды және жаңағыдай мамасына ақырындап қарай бастайды. Туыла салысымен бала көреді, естиді. Енді бала жаңадан туылған кезде баланы қалай тексереміз? Баланы сіз ұстап жаңағыдай ақырын бетіп көтеретін болсаңыздар, көтеріп аяғын бетіп қоятын болсаңыздар, бала аяғын тірейді. Бұл енді баланың жүруі емес, бұл рефлекс. Бұл рефлексті баланың аяғын тіреу рефлексі деп аталады. Негізі әр балада туылған кезде осы рефлекс болу керек. Рефлекс ходьбы деген болады. Яғни бала аяғын тіреп жаңағыдай тұрғызғаннан кейін алдыға қарай еңкейткен кезде бала 1-2 шақ басады. Бұл рефлекс ходьбы деп аталады, жүру рефлексі дейді. Және де бала жаңағыдай ему рефлексі болады. Бала емшекті жақындатсаңыз, немесе бетіне қолыңызды тигізсеңіз, бала сол жаққа қаратай аузын жақындатып, ему жаңағыдай қимылдарын көрсете бастайды. Баланы ішке жатқызатын болсаңыз, бала ақырын басын түгелмен көтере алмаса да, бір жағына қарай бұрып алады. Бұл рефлексті рефлекс защиты дейді. Яғни қорғаныш рефлексі қосылады. Жаңағыдай тұншып қалмас үшін бала басын бір жағына бұрып алу керек. Егер бала басын бір жағына бұра алмайтын болса, бұл уже қауіпті белгіге жатады. Бала аяғын тіремей жатса, бұл да қауіпті белгіге жатады. Енді балаңызды жаңағыдай туыла салысымен уже тексере берсеңіз болады. Аяқ қолын осылай екі қолынан, екі аяғынан бүгіп жазған кезде екі жағының күші бір қалыпты болу керек заң бойынша негізі. Егер екеуі екі түрлі болатын болса, оң жақ қолы әлсіз, сол жақ қолы мықтырақ деген сияқты, или керісінше болатын болса, аяғында кішкене бір қолы сәл әлсіздеу сияқты сізге көрінетін болса, міндетті түрде сізге невропатологтың кеңесі керек. Яғни бала туыла салысымен екі қолы да, екі аяғы да симметриялы қимыл қозғалыста болу керек, және екеуінің де күші бірдей болу керек. Енді біз аяқ қолын тексердік, және де бала роддомнан шығатын кезде міндетті түрде баланың құлағын тексеріп шығарады. Қазір сондай тексеретін скринингіміз бар. Егер екі құлағда еститін болса, сіздерге скрининг прошел деп мынандай қағаз береді. Енді бұл жаңадан туылған бала туралы. Жаңадан туылған баланы сіздер үй жағдайында примерно осылай тексерсеңіздер болады. Аяғына тұрғызып көріңіздер, баса ма, баспай ма аяғын, ішпен жатқызып көріңіз, басын бұрып ала ма, бұрып алмай ма. Содан кейін барып аяқ қолдарын жаңағыдай бүгіп жазып, екі қолының күшін бір-бірімен салыстырып көріңіздер. Содан кейін бала туыла салысымен аяқ қолдары бүгілген қалыпта болады. Тонустары физиологиялық гипертонуста болады. Яғни балам тырысып жатады, екі қолдарын бетіп ашпайды, және де тонустар жоғары деп қорықпаңыздар. Негізі гипертонус физиологиялық 3 айға дейін, кейбір балаларда 4 айға дейін болуы мүмкін. Енді
бала үйге шықты, үйге шыққаннан кейін ақырында бала уже салмақ қоса бастайды. Бала бір айда примерно орта есеппен 800 граммдай салмақ қосып отыру керек. Және сіздер бір айға келген кезде міндетті түрде баланы педиатрға алып келіп көрсетуіңіз керек. Баланың салмағын, бойын, басының мөлшерін, баланың жаңағыдай рефлекстерін педиатр тексереді. Және де невропатологтың консультациясына да сіздерді жазады. Невропатолог бір рет көру керек сіздерді. Егер бір айлық приемда баланың жағдайын бәрі жақсы, ары қарата педиатрдың наблюдениесінде болсын десеңіз, онда деп айтса невропатолог, онда ары қарата сіздер ай сайын педиатрдан 1 жасқа келгенше ай сайын консультация алып отырасыздар. Баланың салмағын өлшейсіздер, басын өлшейсіздер, рефлекстерін тексересіздер, дамуын жаңағыдай бақылап отырасыздар. Енді бала бір айда 800 грамм қосады дедік, Енді бала 2 айға дейін басын ұстап үйрену керек. Яғни ішпен жатқызған кезде бала уже 2 айда басын көтере алу керек. Және де бала шалқамен жатқан кезде, қолынан тартқан кезде басын придерживать етіп үйрену керек. Яғни басын осылай жоғары қарата көтеруге тырысу керек 2 айда. Басын ұстағанға біз 2 айға дейін уақыт береміз. Ал аунау жағына келетін болсақ, енді бізде балалар негізі бәрі индивидуальны болады. Барлық балалар бір уақытта аунап, бір уақытта жүріп, бір уақытта сөйлеп кетпейді. Әр бала әртүрлі болады. Сондықтан да біз минимальный порог болады, яғни минимальдық жаңағыдай уақыт болады және максимальды уақыт болады. Енді кейбір балалар бізде шустрый болады. Өте белсенді балаларымыз бізде уже 2,5-3 айда уже аунап бастауы мүмкін. Егер өйтіп ерте жаңағыдай аунап бастап жатса, кейбір ата-аналар қорқады, қорықпаңыздар, ол өте жақсы белгі, балаңыз жақсы дамып келе жатыр. Ал кейбір балалар кішкене жалқаулау болады, весі ауырлау болады. Сондай балаларда аунау уақытысы 6 айға дейін болуы шарт. Енді бұрынғы кездерде біз айтатынымыз, бала 4 айда аунау керек, 6 айда отыру керек, еңбектеу керек, және 1 жаста жүру керек деп жаңағыдай біз примерно сондай сұрақ қоятынбыз. Қазір бүткіл дүние жүзінің жаңағыдай денсаулық сақтау ұйымының рекомендациясы бойынша балаларға даму бойынша уақыты кішкене созылды. Яғни баланың физиологиялық ерекшелігіне байланысты және зерттей келе кейбір балалар өздері асықпай дамуы мүмкін. Сондықтан егер бала 6 айда аунаса, ол жақсы. 6 айда отырмайды, 6 айда еңбектемейді деп қорықпаңыздар. Баланың еңбектеуіне және отыруына 8-9 айға дейін уақыт береміз. Бала 8-9 айға дейін еңбектеп үйрену керек және отырып үйрену керек. Егер бала 8-9 айдан кешігіп жатса, онда темповая задержка моторного развития дейді. Яғни моторлық дамуы кешігіп жатыр деп балаға ем көрсету керек. Бала 6 айға дейін аунамаса, міндетті түрде баланы невропатологқа көрсету керек. Және 8-9 айға дейін отырмаса, еңбектемесе, невропатолог көру керек. Енді бала уже 10 айға қарата жағалап бастау керек. 10 айдан бастап ақырын бала уже әр затты ұстап тұра бастайды, жағалай бастайды. Сөйтіп балаға біз жүруге 1,5 жасқа дейін уақыт береміз. Балам 1 жастан асты, жүрмей жатыр, балам 1 жас 3 ай болды, жүрмей жатыр деп кейбір ата-аналар уайымдап жатады. Негізі баланың жүруіне 1,5 жасқа дейін біз қазір уақыт береміз. Сондықтан егер балаңыз 1,5 жастан аса уақытта жүрмей жатса, онда әрине бұл да баланың дамуының кешігуі деп уже міндетті түрде баланы тексеру керек, невропатологқа қарату керек. Ал 1 жас 6 айға дейін балаға уақыт береміз.
Ал енді баланың сөйлеу жағынан алатын болсақ, бала қалай сөйлеу жағынан дамиды? Бала сөйлеу жағынан негізі туыла салысымен уже 1-2 айға қарата бала уже дауыс шығара бастады, күле бастайды, у деген сияқты жаңағыдай дауыстар шығара бастайды. Жаңағыдай одан кейін бар буындар ақырындап айта бастайды. Сол моменттерден бастап уже сөйлеуді оценивать етеміз. Яғни бала 3-ге дейін сөйлеу керек деген қазір ондай стереотип жоқ. Баланы туыла салысымен сөйлеуін байқауымыз керек. Егер баланың сөйлеуінде кешігу болмасын десеңіз, міндетті түрде балаға көңіл бөліп, көзіне қарап, туыла салысымен баламен сөйлесіңіз. Әсіресе емізіп отырған кезде телефон шұқыламай, баланың көзіне қарап әңгіме айтып, балаға мейірленіп емізетін болсаңыздар, балада сөйлеудің кешігуі болмайды. Қазір енді біздің 21 ғасырдың дерті телефон ауру болды. Сондықтан енді ондай жағдай барлығында болған шығар. Арасында телефон шұқылап қоямыз. Мен өзімде де 3 балам бар. Сондықтан примерно өзімнің жаңағыдай опытымнан да білемін. Арасында біз телефон шұқылап қоямыз. Ол дұрыс емес. Баланы емізіп жатқан кезде міндетті түрде телефонды шетке қойып, баламен сөйлесіп, балаға әңгіме айтып, баламен жаңағыдай контакт жасайтын болсаңыз, көзбе-көз. Кейін балада жаңағыдай сөйлеудің кешігуі болмайды. Баланы 2 жасқа дейін емізген пайдалы деп жатыр қазіргі жағдайда зерттеулер бойынша. 2 жасқа дейін емген бала анасымен көзбе-көз контакт жасайды, және де анасы көп сөйлесетін болса, баланың психикалық жағынан, сөйлеу жағынан ешқандай ауытқу болмайды. Сондықтан енді баланың негізі сөйлеуі 1 жаста уже бала ақырындап мама, папа, бер, кел, ал деген қысқа-қысқа сөздерді айта бастау керек. 2 жастан бастап уже бала кішкене күрделірек, көбірек сөз айта бастайды. 3 жасқа келген кезде бала сөйлеммен уже сөйлеу керек. Егер сөйлемей жатса, ол уже сөйлеудің кешігуі деп жаңағыдай аталады. Балаға 3 жасқа келгенше желательно сотовый және телевизорды көп бермеген дұрыс. Сотовый және телевизор біздің бүткіл барлығымыздың балаларымызды құртып жатыр. Сондықтан балаңыз уақытылы жақсы дамысын десеңіз, телефон гаджеттардан балаларыңызды алшақта ұстаңыздар. Туыла салысымен балаларыңызбен сөйлесіңіздер. Балаға көбірек жаңағыдай көңіл бөліңіздер. Сол кезде кейін шырылдап, мен балам сөйлемей жатыр, мен баламда осындай кешігу болып жатыр деп уайымдалмайсыздар. Сондықтан сіздерге қысқа да нұсқа баланың дамуы туралы айттым. Осы мәлімет пайдалы болса және қосымша қандай сұрақтарыңыз болса, комментарийға астына жазып кетіңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Және де менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер-невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.